Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте қызықты ақша табу жолдарын айтатын боламын. Бірінші, біз әртүрлі реклама көргендеріміз үшін бізге ақша төлейтін сайт айтамын бірінші. Ал екінші, қалай ойын ойнап жақсы ақша табуға болатынын көрсететін боламын. Сол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, бірінші сайт ол Surfbee деп аталады. Бұл жерде біз әртүрлі жарнамалар көргеніміз үшін бізге ақша төлейді. Бұл баяғыдан жасап келе жатқан сайт, істеп келе жатқанына примерно 5-6 жылдай болып қалды, және де 100% барлығымызға ақша төлейді. Менің телеграмымда тұрған ссылканы басқан кезде сіздерге дәл осындай терезе шығады. Сіздер регистрация деген басасыздар, болмаса қазір байқап көру деген басасыз. Ал мен өзімнің каналыма, өзімнің аккаунтыма кіремін. Қараңыздар, менде дәл қазір 0.13 рубль бар екен. Және де менің рейтингім 0, бірақ бір рейтингке жетінде қалдым. Мен 92 XP, яғни 100 XP болғанда мен табысым 2 есеге өседі. Былайша айтқан кезде мен қазір бір реклама үшін 0.0035 алатын болсам, ал келесіде 0.007 доллар алатын боламын. Бұл жерде рекламалар көп емес, бірақ всегда шығып тұрады. Қараңыздар, қазір менде примерно 3 реклама бар, одан кейін көріп болғаннан кейін тағы да шығады, дәл сондай шыға береді. Қараңыздар, қазір мен бір рекламаны көріп тұрсайын, 20 секундтан кейін бізге 0.0035 доллар беру керек. Қазір минимальный сумма қанша екенін, қанша шығаруға болатынын, қай жерге шығаруға болатынын барлығын айтатын боламын. Бұл жерде в основном YouTube-тағы адамдар реклама береді, сол үшін біз YouTube-тағы сайттарды көреміз. Міне кетті. Міне көргендеріңізде рекламаны бітірдім. Мен вы заработали там 0.035 цент деп шықты. Қазір артқа шығамыз. Міне көргендеріңізде көбейді, және вывести деген басатын болсақ, бұл жерде көргендеріңізде ең шығаруға болатын, аз дегенде шығаруға болатын сумма 0.13 доллар. Яғни 0.13 доллар деген ол өте аз, өздеріңіз білесіздер, ешқандай оны қиналмастан жинап алуға болады. Сосын бұл жерден тек қана бірақ пайерге ғана ақша шығады. Яғни сіз пайер кошелектеріңізге ғана ақшаны шығара аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, көрсеңіздер болады. Одан кейін бұл жерде одан бөлек реклама беруге болады. Міне көргендеріңізде мен рейтинг сразу өсіп кетті. Бір видео көрдім, уже рейтинг 1-ге шығып кеттім. Рейтинг 1 менде. Енді қараңыздар, бұл жерде өздеріңіз реклама берсеңіздер болады, яғни өздеріңіздің каналдарыңыз реклама берсеңіздер болады. Мен бір телеграм реклама беріп көргем, алдан что-то бір түрлі, міне күндік охват, яғни 495 мың адам күніне типа тіркеледі, қарайды екен, 11 миллион адам суткасына қарайды екен. Бұл сайт өте баяғыдан келе жатқан сайт, шынымен де өте көп адам ішінде бар. Ссылкасы менің телеграм каналымда болады, өздеріңіз реклама ретінде қолдансаңыздар болады, немесе ақша табу ретінде қолдансаңыздар болады. Ал енді қараңыздар, екіншісі ол ойын, ол Crazy Spin деп аталады. Бұл жерде біз жай ғана ойын ойнағанымыз үшін бізге ақша төлейді. Қазір қанша төлейді, қалай төлейді, барлығын айтып беремін, қалай шығарасыздар. Міне қазір менде 36 балл. Бұл жерде біз балл жинауымыз керек. Қараңыздар, старт басамыз, және де біз осындай аппақ шарик болып жүреміз, қызылдарға тимей, үстіндегі ақ точкаларды жинауымыз керек. Мұны көргендеріңізде мен өліп қалдым. Және де бұл жерде рекламалар өте қысқа шығады, жақсы жері почти мешет етпейді деп айтуға болады реклама. Тағы да өліп қалдым сразу. Мен негізінде қазір бастаған соң ба онша үйрене алмай жатырмын, бірақ кейбір балдарды көрдім мен, блогер, ютубер балдарды 25 бір ойында 30-ға дейін жеткізіп жатқан. Сіз бір ойында, яғни 30 рет жинайтын болсаңыз, ол шынымен де жақсы. Менде қазір көргендеріңізде біреу, ең көп жинағаным 8 менің. Тағы да өліп қалдым. Ссылкасы менің телеграм каналымда болады, сол жерден скачать етіп аласыздар. Қазір мен вообще болды примерно. Және де бұл жерде қараңыздар, біз 100 балл жинасақ, ол 1 рубль. Яғни біз ақшаны шығару үшін 100 балл жинауымыз керек. 100 балл жинағанда ғана бізге 1 рубль болып түседі ол. Яғни біз 100 балл жинасақ 1 рубль, 200 балл жинасақ 2 рубль, 300 балл жинасақ 300 рубль деген сияқты. Ақшаны сіздер қалай шығарасыздар? Ақшаны сіздер шығару үшін үстінен запись экранына қосасыздар. Мен запись экранына қосасыздар, запись экранына мен тұрған кезде
запись экраны тұрған кезде сіздер обнуление деген басасыздар. Яғни шотыңыз көрініп тұру керек, обнуление деген басасыз. Обнулениеден кейін жарнама шығады, жарнаманы жабасыз, сіздің шотыңызда 0 болып қалады. Бұл одан кейін запись экранын өшіресіздер. Одан кейін Telegram каналдары бар, мен ссылкасын тастап кетемін. Мен Tap to Spin деп аталады, және де бұл ссылканы мен сіздерге, яғни менің Telegram каналыма тастай саламын. Бұл жерде сіздер не істейсіздер, қараңыздар, бұл жерде ойынның ссылкасы бар, одан кейін заявка тастаудың ссылкасы бар, одан кейін админнің ссылкасы бар. Яғни перейти деген басасыздар, ойын Play Market'тен ашылады. Міне Tap to Spin. Ал одан кейін қараңыздар, подать заявку деген заявка жіберетін жер. Бұл жерге қалай заявка жібересіздер, қиын емес, просто мысалы қазір қосыласыздар и минимальный сумма шығару болатын 49 рублей. 49 рубль деген примерно Payer мен Kiwi'ға шығарады. 49 рубль. 49 рубль деген біздің немемізбен 4900 балл болу керек. Я 4900 балл болады примерно. Одан кейін ол үшін басасыздар, форманы толтырамыз. Форманы толтыру оңай, қиын емес. Google форманы толтыру. Мына нәрге қанша ақша шығарыңыз келеді, соны жазасыз. Одан кейін реквизит деген жерге Kiwi'ңізді немесе Payer'іңізді жазасыз. Одан кейін видеосы обнулением, яғни бағанағы сіз запись экранына қосып обнулить еткен видеоңызды жібересіз. Одан кейін отправить деген басасыз. Примерно ақша 2-3 сағаттың ішінде келіп түседі. Дәл қазір ақша төлеп тұр. Ойнап жинасаңыздар болады. Әрине ойын мен үшін қиын болды, бірақ әркімге мүмкін, сіздерге оңай болып қалатын шығар, көрсеңіздер болады.